Сәлем жақсыларым, қалайсыздар? Үй жағдайында осындай керемет пахлава дайындау әдісін сіздерге көрсететін боламын. Қамырының құрамына керек заттарды төбесіне жазып қоямын. Бір кесе ұнға холодильникте тұрған сармайды осылай теркадан өткізіп, жақсылап араластырып аламыз. Осындай крошка жасаймыз. Міне осындай болу керек. Енді оған бір шай қасық разрыхтерімізді саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте бізде қаймақ, 3 ас қасық қаймақ, жұмыртқаның 3 сарысын қосып жақсылап араластырамыз және шым-шым тұз салып, жұмсақ қамыр илейміз. Және қамырымызды салмасы дайын болғанша демалдыруға қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Жаңа қамырына қосқан 3 жұмыртқаның сарысын қамырына қостық, ағын осы салмасына қосамыз, оны миксермен жақсылап көпіртіп аламыз. Енді оған жаңғаққа 5 ас қасық шекер қосып, жақсылап араластырып аламыз. Оны жұмыртқаның ағына қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып қозғаймыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Маған осындай 3 суала керек, екеуі үлкендеу, біреуі кішілеу. Үлкендеу 2 суаланың біреуін төбесіне, біреуін астына жаямыз, кішілеуін ортасына жібереміз. Қамырымызға кішкене ұн сеуіп, жайып бастаймыз. Тапамыздың көлемінен бірдей қылып жаямыз. Енді бізге осындай пергамент қағаз керек. Поклан деген қағаз алсаңыздар, өте күшті қағаз. Енді оны тапамызға төсеп, қамырымызды жайғастырамыз. Артық қағаздарын осылай қырқып алып тастаймыз. Бірінші қамырымыз дайын. Енді оған жаңа салмамыздың теңдей жартысын бөліп саламыз. Барлық жеріне жеткізіп шығамыз. Енді екінші қамырымызды саламыз. Оны да жақсылап үстінен басып шығамыз. Енді қалған салмамыздың барлығын саламыз. Оған енді 3-ші зуала қамырымызды салып, бетін жауып, шеттерін осылай басып шығамыз, салмамыз шығып кетпеу үшін. Енді оны пышақпен осылай жай басып шығамыз. Пахлавамыздың формасын осылай мен қиғашынан кестім. 4 пішті қылып кессеңіздер де болады. Енді оған жақсылап жұмыртқаның сарысын барлық жеріне жағып шығамыз. Пахлавамыз жылтырап, әдемі болып піседі. Енді осылай жаңғақтарымызды үстінен сәл басып, жайғастырып шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 220-240 градуста 20-30 минутта пісіп шығады. Міне біздің пахлавамыз дайын. Енді оған сиропын дайындайтын боламыз. Жарты банка медті аламыз. Оған 1 пиалай су құйып, газге ертіп аламыз. Ыстық күйінде пахлавамызға құямыз. Пахлавамызды пышақтың көмегімен осылай кесіп аламыз. Өйткені сиропымыз ортасына сіңуі керек. Барлық жерін кесіп, суығанша күтеміз. Міне біздің ауызда ерейтін өте дәмді пахлавамыз дайын. Ama Sibir'in tatlı yaptı. Zor sen bilirsin. Damda. Kutabısın.